Атамның махаббаты. Авторы Мықтыбек Орастайұлы. Әкемнен 7-8 жас үлкендігі болғандықтан ол кісіні ата деп атаймын. Қазақы шежіре бойынша туыстығымыз 5-6 атадан кейін қосылса да, өз жақынымдай көретінмін. Елдің бәрімен солай жақсы тұра ма, әлде менімен ғана беріліп шүйіркелесе ме, әйтеуір әңгімеміз жараса қалатын. Ол секілді жүрегі жұмсақ адамды ауыл түгіл әлемнен табу қиын. Жасы 70-ті төңіректеп қалған сол атам осыдан 6 ай бұрын қаладағы ұлының қолына кетті. Ауылдан жалықты ма, қала тұрғыны атанып та көргісі келді ме, жоқ әлде қалада жатып денсаулығын күтіп, ауылдың қарбалас күйбеңінен аулақ кетіп біраз дем алуды дұрыс көрді ме, бірер күннен соң немесе бір жеті өткеннен кейін қайтып ауылға кеп қалар деп ойлап ем, жоқ, мол кетті. Қартайғанда аз қалған өмірін ағайын туыстың арасында өтсін, өлсем сүйегім осы ауылда қалсын деудің орнына қалаға кеткені несі? Деп ауылдағылар атамның онысын сан-саққа жүгіртті. Ешкімге есеп беруді қаламайтын атам не істесе де өзі білетін еді. Қызық болғанда сол атам бір күні WhatsAppпен хат жолдапты. Ауылдағы елпілдеп жалпылдайтын әдетімен балам, қал жағдайың жақсы ма? Деп бастап келіншегімнің, бала шағамның, 4 түлік малдарымның, ең аяғы еккен мақтамның өнімі қалай екеніне дейін ерінбей сұрапты. Соңында қалаға бара қалсаң міндетті түрде біздің үйге қонаққа кел деп шегелеуді де ұмытпаған. Қалаға бір жолым түскенде сол атамның үйіне арнайы қонаққа бардым. Атамның өзі үйде жоқ екен. Менен 2 жас кіші қаладағы екінші ұлы Марат күтіп алған. Қалалық деген аты болмаса, Марат ауылдан кеткеніне 4-5 жыл ғана болған, бала кезден бергі ауылдас танысым ғой. Обалы не керек, барынша жылы құрақ ұшып қарсы алды. Атамның әдеті оған да жұққан ба, ауыл аймақ бота тайлағымның бәрін түгендеп сұрады. Біраз отырған соң, атам қайда? Деп сұрадым. Бағанадан бері ерінбестен менен барлық хал ахуалымды сұрап, дабырлап отырған Марат іркілді де қалды. Сәл үнсіз отырды да, атаң қарттар үйінде, деді сөзінің соңын көмілжітіп жұтып қойып. Мына жауапқа айран асыр болғанмен, оған аузым ашылып қарап қалыппын. Не дейсің? Марат үндемеді. Сәлден соң, не естісең сол, деді де орнынан көтеріліп басқа бөлмеге кетті. Оның жауабын санамда қорыта алмай біраз мәңгіріп қалдым. Сол сәттен өзімді шақырусыз келген қонақ секілді артық сезіне бастадым. Қарттар үйі, ауылдан кеткеніне осы қарттар үйі себеп боп жүрмесе деңіз, елге жар салып бала шағасымен мақтанбаса да, олардың айрандай ұйыған отбасы екенін білетінмін. Ұлдарынан рахат көріп жүрген қариялардың бірі деп санаушым. Тіпті отбасындағы татулыққа қатты қызығатынмын да. Енді келіп, мен үлгі тұтқан әулет, сен алар емеспін. Тез кейіндімде ол үйден кетуге асықтым. Мен мына үйге сол атамды іздеп келдім ғой. Атам жоқ үйде несіне шал жиып жатырмын. Осы ойларды уәж етіп, есікке жете бергенімде алдымнан Марат шықты. Қайда, тыныштық па? Деді мені тоқтатқысы келген үнмен. Қарттар үйіне. Атаңды іздеп барасың ба? Иә, атам болмаса қалғандарын керек етпеймін. Ашуыңды бас, қазір атаң келеді. Кілт тоқтадым. Қалай сонда? Келіп кетіп жүре ме? Келіп кетіп емес, әр кезде қарттар үйіне барып тұрады. Үйде жата беріп ішім пысады дейді. Сол жақта замандастары бар. Біраз әңгімелесіп, шер тарқатып қайтады. Мәселе мен ойлағаннан мүлде басқа екенін түсіне бастағандаймын. Сен сонда атамды қарттар үйіне өткізбегенсің бе? Марат айғайлап күлді. Мына күлкісіне қарап, ондайдан мүлде аулақ екенін бірден ұқтым. Ұқтымда, деп терең дем алдым. Бәсе, олай болмауы керек еді ғой. Атамды қарттар үйіне өткізіп, мені алжып кетті деп пең. Олай жасағанша өлгенім артық емес пе? Ең әуелі басқа атаңның өз жонымнан таспа тілер. Бірден солай айтпайсың ба? Адамның үрейін ұшырып сенде.
Ол тағы да күлді. Сені қайтер екен дедім де, ағалық жолыммен ауылдың әдетінше жақсылап сыбап алғым келді де, ол райымнан дереу қайттым. Қайнаға, дастарханға келіңіз, ет пісіп қалды, қазір атам да келіп қалатын шығар, деді Мараттың келіншегі. Атам да көп өтпестен есік қағып келіп қалды. Мені көрді де балаша қуанды. Маған таныс әдетімен ауылдың түгін қоймай сұрастырып шықты. Тіпті үндемей адамның арт жағынан келіп, балаңа жармасатын Үсеннің тарғыл итінде, босанса көше аралап, бой бермей далақтап шауып, бала шағаны таптап кете жаздайтын Амантайдың өгізіне дейін сұрады. Бүгін осында қон, ауылға асықпай ертең барасың, деп мені ол күні жібермеді. Әңгіме арасында орағытып отырып, қарттар үйі жайлы да сұрадым. Марат айтқандай сырласатын замандас іздеп сол жаққа бас сұғып тұратыны рас екен. Бесін мезгілі жақындағанда атам киіне бастады. Мен қарттар үй жағына барып қайтайын. Сен үйде демалып отыра бер. Кешкі 8-9-дарда келермін. Мына қайнаған ыстықта үйде отырсаңыз қайтеді, деп баласы кейіп еді, оны тыңдамады. Қимылдағаннан адам өлмейді. Ыстық деймісің? Тәйірі туылғаннан көріп келе жатқан түстіктің аптабы ғой, ештең етпейді. Атам үйден шығып кеткен соң, менің де ішім пыса бастады. Ары бері жатып, қарттар үйіне мен де барып қайтсам қайтеді, деген ой келді де сыртқа беттедім. Шілденің қақ ортасы болғандықтан, әуе айналып жерге түскендей ыстық. Жол шетіндегі тротуардағы қою көлеңкенің өзі қапырық. Ауа атаулының бәрі ыстыққа жұтылып кеткен бе, деміктіріп жіберді. Шөл қысқаннан соң мұздай сусын сатып алайын деп, алдымнан кезіккен бір кафеге бас сұқтым. Салқын сусын саудалап тұрғанымда, анадай жердегі орындардың бірінде тамақтанып отырған атама көзім түсті. Қарсы алдында жасы 55-60 шамасындағы әйел отыр екен. Екеуі бұрыннан таныс па, кездейсоқ дастархандас болып отыр ма, ол жағын білмедім. Бірақ әңгімелесіп отырғандарына қарағанда өзара таныстар болуы мүмкін. Мен тұрған жаққа арқасын беріп отырған атам мені аңғармады. Мына отырыстары қызық көрінді де, білдірмей жандарындағы бос орынға қонжия кетті. Атам екеуміз солайша бір-бірімізге арқамызды беріп отырек, даяшы жаныма жетіп келді. Не тапсырыс бересіз? Деп тақ ете қалды. Қаттырақ сөйлесем атам мені байқап қояма деген сақтықпен, сорпа әкеле салыңыз, дей салдым міңгірлеген үнмен даусымды өзгертіп. Шай ішесіз бе? Кафеге қаталап шөлдеп кіргенім сол кезде есіме түсті. Иә, қара шай ме, көк шай ме? Даяшы тақылдап тұрып алды. Қап, жанымнан кете қойшы, ертерек дегендей кейіппен, бәрібір, дедім тағы да міңгірлеп. Даяшы қуыстанып отырғанын сезгендей маған таңдана қарады да өз шаруасымен кете барды. Құлағымды атам мен бейтаныс әйел жаққа түрдім. Өзіммен өзім отырған адамның кейіпін таныту үшін телефонымды алдым да интернет ақтарған адамға ұқсап оған өтірік үңіле бастадым. Шолпан, бүгін қай күн екенін білесің бе? Деді атам. Ана елдің есімі Шолпан болып шықты. Қандай күн? Екеуміздің танысқанымызға 1 жыл болыпты ғой. Не дейсіз? Оны қалай ұмытпай жүрсіз? Екеуміздің WhatsApp'та жазылған хаттарымыз сақтаулы тұр ғой. Бір әріпінде өшіргенім жоқ. Әр кезде оқып тұрамын. Мықты екенсіз. Сол үшін мені кафеге шақырып отырған болдыңыз ғой. Мына әңгіме маған қызық көріне бастады. Атамның неге ауылға 6 ай бойы келмей қойғанының құпиясы өз-өзінен ашыла бастады. Иә, Шолпан, қартайғанда осылай өз-өзімді алдап, бой жазып серпіліп тұрмасақ, іш қыса болып кетерміз. Бала жетектеп жүргенге ол түгіл немерелерді ер жетіп бастады. Не өмірім қалды дейсің? Әншейін далбасада құр қарап отырсаң ғой, әрдеңені ойлайсың. Атам ана елге мұң шағып кетті. 4 жыл алдын бәйбішем қайтты.
Жалғыздық дегеннің не екенін 40 жыл бойы отасқан әйелімнен айырылғанда барып түсіндім. Бала-шағам, келіндерім аст үстіме түсіп, барын салып күтсе де, бәрібір әйелімнің орны олқы боп үңірейеді де тұрады екен. Атамды әлемдегі ең бақытты адам санаушы ем. Мына әңгімені естіп, қателескенімді ұқтым. Ол кісінің ішінде де біраз нәрселер шемен болып қатып жатыр екен ғой. Тоба, сенің өмірің менікіне қарағанда жұмақ қой, деді ана бейтаныс әйел. Бала шағаң бар, 2 ұлыңның үйіне кезек-кезек барып тұрасың. Ешкім кедергі болмайды. Мен айтсайшы, ешкімім жоқ. Ұлым анау, қайда жүргенін бір Алла білсін. Келіннің аты жөнін ұмытып та қалдым. Қарттар үйін ойластырған үкіметке рахмет. Сіздің де барыңызға шүкір. Сіз болмасаңыз тіпті жарылар ма ем. Сізбен әңгімелесе бастаған соң өмір сүруге деген құштарлығым аздап болса да оянды. Алла разы болсын сізге. Сәл де болса демеу берсін деп, сізді маған Алланың өзі жіберген болар. Жылап жіберуге шақ қалды сірә. Алдын тек теледидардан көріп, газеттен оқитынмын. Перзенттерінен қайыр болмай, қарттар үйінде тұрып жатқан пендемен бірінші рет жолығуым. Енді мына кафеге келгеніме өкіне бастағандаймын. Сорпада шәй де батпай қалды. Дүниеге өркениеттен қашықтау ауыл адамының көзімен қарап, ашық ауыз боп жүргенімді жете түсінгендей болдым. Әлемде түрліше тағдырлар бар екенін тағы да бір рет шындап мойындадым. Тек әрқайсысының қайғысы, ауыртпалығы әрқалай, тоңып секірген мен тойып секіргеннің ортасында куә болғандай, енді өз санамдағы бір-біріне кереғар ойлармен арпалыса бастадым. Атамның бұлайша бөгде әйелмен сырласып отырғаны маған оғаш көрініп, әуелде ақылыма сыймады. Бұл тірлігім басқаша түсініп қалдым ба, қайдам, 5 уақыт намазын қаза етпей, орындап жүрген таза тәрбиелі кісіден мұндай қылық шығады деген ой 3 ұйықтасам түсіме кірмепті. Көзіммен көріп отырсам да, атамды ондай жеңіл қылық жасайтындардың қатарына жатқызғым келмеді. Айыптауға дәтім барған жоқ. Әлемді жаулаған ғаламтор деген неме мына 2 кісіні де құрықтап үлгеріпті. Мына екеудің өздеріне ғана белгілі құпияны, сырды тосыннан естіп қойғаным үшін енді ыңғайсыздана бастадым. Бағана ғана қызық көрінген әңгімелері дереу көңілімді түсіріп жіберді. Ары қарай тыңдай берсем, жүрегіме салмақ түсерін білдім де, бұл жерде отыра бергеннің мәні жоқ екенін түсініп, атам мені байқап қалмай жатып бұл жерден қарамды батырайын деп, алдымдағы мені күтіп, суып қалған сорпадан ауыз тие сала кафеден шыға жөнелдім. Кафедегі кездесудің әсері тарқамай, жүрегім біразға дейін ауырып жүрді. 2 қарияның әңгімесін сырттай тыңдағаным үшін өзімді өзім кінәлаумен болдым. Тыңдамасам ғой, тыныш жүрер ме едім? Кей нәрселерді білгеннен гөрі білмей жүре бергеннің де пайдалы жақтары бар деп кім ойлапты? Өзімнің қалай қартаятыным жайлы көп уайымдайтын боп кеттім. Естіген құлаққа жазық жоқ. Өзім айыптымын. Одан бері де 3 ай артта қалды. Күз келді, қарбалас тірлік көбейіп кетіп, атам жайлы ойлауға мұршам болмады. Қай бір күні үйінің жанынан өтіп бара жатып, күншуақта отырған атама көзім түсті де барып амандастым. Қаладан келгеніне 2-7-дей болып қалған екен. Ауылға бір жола келдім. Қартайғанда қалалық болғаным ұят секілді көрінді де тұрды. Өз ортама жететіні жоқ екен. Баяғы кафедегі шолпан есіме түсті. Қалаға қайта бармайтын болғанына қарағанда шамасы бір-бірімен айырылысқан-ау. Іштей ғана қабырғаммен азырақ кеңестім де, не болса да сұрайын, тонымды шешіп алып қалмас, деп бекіндім. Ата, қарттар үйінде Шолпан деген танысыңыз бар емес пе? Шолпанның атын естігенде елең етті. Бар денесімен маған бұрылып, Шолпан, оны қайдан танисың? Деді таңданған дауыспен. Танимын,
бірге жүргендеріңізді көріп қалдым. Не? Бірге жүргенімізді? Иә, қалада, көшеде, кафедегі оқиғаны ішіме бүгіп қалдым. Сенен бірдеңе жасыру мүмкін емес пе дедім, қысталақ. Сеніңді білмейтін, танымайтын адамың жоқ екен ау. Енді тойда көп жүрем ғой. Бұл жауабыма атам сенгендей қалып танытты. Шолпан үйіне кетті, ұлы кеп әкетті. Қуанып не мұңайып айтқаны белгісіз, бірақ ұлы кеп әкетті дегенде іштей қуанып сала бердім. Жақсы болыпты ғой, ұлының ақылы кірген екен. Ақылы кіргенде Шолпанды сыйдырмаған қасқыр келіні қайтыс болды ғой. 40 күндік асын бере салып, мына шаңыраққа бір әйел керек деп, ұлы қайтадан үйленді. Бұл жолы маңдайына жақсы келін тап келіпті. Дереу қарттар үйінде жатқан енесін үйіне алдыртыпты. Өз енем, өзім бағып қағам деп, солайша Шолпан үйіне кетті. Бейтаныс келінге ішім жылып қоя берді. Солай де, Шолпан екеумізді бірге жүргенімізді біліп қойдым де. Өзің барып тұрған шпион екенсің ғой. Ол жайлы ешкімге тіс жармай-ақ қой. Жарай ма, балам? Әрине, нем бар? Хабарласып тұрасыз ба деп сұрағым келген. Ұялтпайын дедім. Өз өмірі, өз сезімі ғой. Араласа бермегенім дұрыс деп шештім. Қаладан ауылға келгенін ауылдағылар тағы да біраз әңгіме қылды. Үйренісе алмады деді. Қаладағы келінімен сыйыса алмады деді. Не керек? Атам ол өсектердің бірінде елеген жоқ. Елдің көбінің аяқпен емес, ауызбен жүретінін білмейді деймісіз? Оның не үшін қалаға кеткенін, неге қарттар үйіне барып тұрғанын, неліктен ауылға қайтадан келіп қалған себебін мен ғана білемін. Мен ғана деппін ғой, Шолпан екеуміз ғана білеміз. Атаммен қоштасып, ол жерден кеткелі тұрғанымда, төс қалтасындағы ұялы телефоны дыңылдап қоя берді. WhatsApp'тан келген хабарлама сияқты. Іштей ғана Шолпаннан келген хат шығар деп ойладым.